Ассалаумағалейкум. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деген қазақта мақал бар. Турасын айтып жөнімен жүргенге не жетсін. Баяғыда бір ертеректе бір әділ қазы болған екен. Соның алдына сот мәжілісіне күлше ұрлаған кедей келтіріледі. Әлгі кедей өте қарны қатты ашқандықтан, сол бір күлшеге мұқтаж болғандықтан ұрлыққа барғанын мойындап басын салбыратады. Сонда әлгі қазы қандай жағдай болмасын ұрлыққа барғаның үшін жауапқа тартыласың. Ол үшін 10 мың теңге айыппұл төлейсің деп. Бірақ сенің ақшаң болмағандықтан сол 10 мың теңге айыппұлды мен өз қалтамнан төлеймін деп қалтасынан 10 мың теңгені шығарып қазынаға салуды бұйырады. Сол кезде сот мәжілісінде отырған көпшілік аң-таң болып таңырқап қалады. Сосын сол көпшілікке қарап әлгі қазы арамызда осындай аш адамдар жүргені үшін әрқайсыңызға 10 мың теңгеден айыппұл саламын дейді. Жаңағы жағдайға куә болған көпшілік лезде 10 мың теңгеден айыппұл төлейді. 450 мың теңге жиналады. Сол 450 мың теңгені әлгі кедейдің қолына ұстатып, оны аштықтан, мұқтаждықтан құтқарған екен. Міне, әділ сот деп ойлаймын. Мінекей, осындай қанша жыл өтіп кетсе де, осы бір ғибрат болып келе жатқан әңгімелер, ғибрат болып келген оқиғалар неге қазір орын алмайды? Сіздер білесіздер ме сондай орын алып жатқан әділ соттарды? Білсеңіздер жаза кетіңіздер. Көрмесеңіздер, мен де көрген жоқпын, естіген де жоқпын. Осындай жағдайлар, осындай ғибратты үлгі алатын дүниелерді өз көзімізбен көруді нәсіп етсін деп дұға етіп қояйын. Аман болыңыздар, бай болыңыздар, қуатты болыңыздар.